ажалға қарсы ат қойған Алланың берген сыйын-ай дейді. Қандар киген мауты, тон тозады жағадан, халық меңгерген таразы, би тозады парадан дейді. Ел ішіне жік салып, жау кіргізер арадан, қайыр жоқ халыққа бай шығады жаңадан дейді. Көмейің айыр болса да, малдаясаң жау жеңер дейді. Көмейің айыр болса да, малдаясаң жау жеңер, қос кіреуке кисең де жандаясаң жау жеңер. Қорқаққа қос көрініп, қарауытқан қау жеңер, қыраңғысты көктегі жемтікке құрған ау жеңер дейді. Қыраңғысты көктегі жемтікке құрған ау жеңер. Еділмен жайық екөзен, сен дағы шерлі екенсін, семсерін сертке байлаған ерлерден жеткен мекенсін дейді. Қолдағы іске ой жетпей, дәриға дәурен өтерсін, қолдағы іске ой жетпей, өкінсеңерлер бекерсін. Тұлпараттың тұяғы тасқа тиіп кетілер, төр таяғы сау болса, сазды басса жетілер. Қыраңғыстың қияғы қалыңға түсіп сетінер, жез тырнағы сау болса, бір түлесе жетілер. Азамат ердің баласы, ту көтерсе сайланар, қан жарлығы түскенде бес қаруын байланар. Қадақтап басып назбедеу талабы оңға айналар, ұл көсірген атаның көңілі сонда жайланар. Алқалап келдің әлеумет, жырау деп елге аты бар, күтімсіз тұрған күмістің адам көрмес даты бар дейді. Кеулім сандық көпшілік, ғалымның жазған хаты бар, текшелеп жиған сөздерім зат емес жұртқа сатылар. Сөз тауарын түсінер, бекзада ерлер заты бар, бір ауыз ердің сөзінде мың кісінің ақы бар дейді. Бір ауыз ердің сөзінде мың кісінің ақы бар. Жыраудың сөзі насихат, кешегім менен бүгінге, перделеп айтқан сөзімнің қорабасы түбінде, қаз орнына қарғадай біздер жеттік бүгінге. Сулы жерде сүйрік бар, бәйгілі жерде жүйрік бар, алқалап келген әлеумет, жырау жоқ деп түңілмеді.